Бүгін сәрсенбі 7 тамыз 2019 жыл Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі нөміріне шолу жасаймыз. Президент премьер-министр Асқар Маминді қабылдаған, Атырау облысының әкімі Ноғаевты қабылдаған, Мысырдағы байланысты жағдайға байланысты көңіл айтуын жолдаған. Сол жарылыста 20 адам өмірін жалмап кетті деген Серік Әбдібектің мақаласы. Жанармай экспорты деген мәселе қозғаған Гүлбаршын Айтжанбайқызы. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмекті тиімді пайдалану деген Ғалымжан Елшібайдың мақаласы. Бұл бірінші беттің мақалалары. Және мынандай анонстар берілген. Көкшетау қай жақта? Әлеумет тұрғындар кінәлі ме? Пек кінәлі ме? Абылай ханның хаттары. Социалистік Қазақстан қайта түлеген кезең. Яғни егеменнің 100 жылдығына арналған. Екінші бет көтеміз. Екінші бет әлеуметтік мәселеге назар аудару деген жастар туралы мақала. Қара сөзден үзінді оқыды. Алматылық тілшіміз сергек камералар туралы жазылған. Арман Октябрь. Жаңағы бірінші беттегі жанармай экспорты жалғасы. Қызылордалық тілшіміз Бақтияр Тайжан ағамыздың әрекетті берекет деген Қызылорда облысының мал шаруашылығымен айналысатын шаруалардың кәсібі туралы жазылған. Там құрай төгіліп тұр дейді. Бұл Жамбыл өңірінен жазған мақаласы. Төртінші бетке көшеміз. Жаңа анонста көрсетілгенде Көкшетау қай жақта деген, яғни Көкшетаудың проблемаларын зерттеген материал. Бірақ бұл жерде Көкшетау дегенімізбен бұл Ақтөбе жақтың адамы жазған. Соған қарағанда бұл сол жақтағы Көкшетау деген елді мекеннің мәселелерін қозғаған болса керек. Арыстан арқаға, жаңағы Арыстың халқына, балаларына көмек ретінде бүкіл Қазақстан атсалысып жатқан белгілі. Қарағанды облысына Арыстан келген балалардың демалыс жайлы Қайрат Әбілді меншік тілшіміз әңгімелеген. Таудағы өрт сөндіру оңай болмай жатыр. Серік Әбдібектің мақаласы. Қазір түлектер, абитуриенттердің оқуға түсіп жатқан кезеңі, мамандық таңдау маңызды мезет. Мұсылбек Қожахметтің мақаласы. Бірінші беттегі атаулы әлеуметтік көмектің жалғасы. Анонста жазылған тұрғындар кінәлі ме, пек кінәлі ме деген солтүстік қазақстандық Өмір Есқали ағамыздың мақаласы. Алтыншы бетте арқаның асты тұнған тарих. Қарағанды облысынан жазылған мақала. Қайрат Әбілданың Абылай ханның хаттары деген Бекен Қайратұлы жазған, тарихи деректерге сүйене отырып жазған мақаласы. Мынау биыл осы егемен Қазақстанның жылдығына байланысты социалистік Қазақстан қайта түлеген кезең деген үлкен ауқымда жазылған материал. Мына жерде міне қарасаңыздар, кезінде егеменде жұмыс істеген Әзілхан Нұршайықов және тағы да басқа мықты адамдардың суреттері келтірілген. Оның авторы Болат Бодаубай. Алашорда музейі салынады деген осы 7-ші бетте Батыс Қазақстан облысынан Қазыбек Құттымұратұлының хабарламасы. 8-ші бетте 7 тамыз заңы, алғы шарттары, себептері мен қасіретті зардаптары. Бұл Сейдіхан Бақтыоразов деген
ғалымның, тарих ғылымдарының кандидаты. Сол 35-ші жылы болған, Жамбыл облысында болған оқиғаға сүйене отырып жазған. Мысалы былай деп жазады: қорытындысында 35-ші жылдың 29 тамызындағы Әулиеата ауданы 8-ші бөлімшенің халық соты Айверкиевтің төрағалығымен өткен сот мәжілісінде интернаттың директоры Дуванов пен оның оқушының орынбасары Хұсайынов Аманқал Бекболатовқа 10 жыл бас бостандығынан айыру және мал-мүлкін түгелдей конфискалау туралы үкім шығарылды дейді. Яғни бұл қазақ тарихының бір сол қасиетті кезеңдерінен жазылған мақала. Көне қалаларға саяхаттады дейді. Эльмира Серікқызының мынандай фотомен бірге жазылған мақаласы. Келесі 9-шы бетте экология өндірісті өте өзекті дейді. Сонымен қатар экологияға арналған тал бесік деген бет. Басқа да ұсақ мақалалар бар. 10-шы бетте ерікті тұмар еткен туындылар, Арман Октябрьдің жазған, суретшілердің шығармашылығына арнап жазған бұл руханият беті. Дәл осы бетте Қарашаш Тоқсанбай апайымыздың суретті түсінудің сыры деген жаңағындай өзінің пікірі жазылған. 11-ші бетке өтетін болсақ, мектепке жол деген акция бойынша 36 оқушыға көмек көрсетілді дейді. Кәсіподақ қатар толысып келеді. Бұл жерде жарнама бойынша ақпараттық әртүрлі хабарлар берілген, хабарландыру деген сияқты. Енді соңғы бет 12-ші бетке келсек, Дидар дейді. Мына жерде сонда әдемі фото-этюд қойылған. Мына жерде футбол туралы Астананың қарсыласы анықталды. Әлем чемпионы атанды дейді. Болгарияның София қаласында өтіп жатқан кадеттер арасында грек-рим күресінен әлем чемпионы қазақстандық Саматбек Ізімғали алтын жүлдегер атанды дейді. Шашубайдың Сырнай деген мына жерде суретімен келтірілген. Қайрат Әбілданың жақсы бар директі материалы жазылған екен. Желаяқ суретші дейді. Қызық дерекке сене отырған материал. Халықты әбігерге түсірген дауыл дейді. Батыс қазақстандық жазған тілшіміз. Міне мынандай жағдайлар болған, суретімен келтірілген. Жерде спорттың жалғасы Головкин атақ үшін таласады. Кеше біз алдындағы 79 жылғы 7 тамыздағы нөмірдегі сияқты мына жерде міне Егемен Қазақстан басқарма төрағасы Дархан Қыдырәлі, бас редактор Айбын Шағалақ, мына жерде міне орынбасарлар мен бөлім басшылары келтірілген. Мына жерде сонымен қатар редакцияның мекен жайы көрсетілген. Нұр Сұлтан қаласы, Егемен Қазақстан газеті көшесі, 5-13 үй. Жаңағы әртүрлі телефондар келтірілген. Жалпы осы шолу.